Батыс Қазақстан облысы Тасқала аудандық шығармашылық орталығы сахнада жұдырық командасы. Қош ем. Саян күлдіртпейсің бе? Бәріміз жерге қатып қойдың ғой. Бұрынғыдай емес. Доллар өскен сайын күлдірту күннен күнге қиындап барады. Доллардың күлдіртуге не қатысы бар? Ой, білмеймін, Қазақстанда бәрі долларға қатысы бар ғой. Жеңге, біз әйт кешіп қалдым, кешіріңіз. Қайда жүрсіз, Динара? Кәткін жіберген соң ғой төрт жақта шашылып жатыр, азалар таң алып жатыр. Отыршы. Не адам күйде жүрсіз? Алло, дада. Қош. Яяка барам. Жігіттер маған кету керек. Қайда кетіп барасың? Саған не болды? Ана ауылда көрші көлаққан тайсыз ғой? Иә. Сол үш бәрі мектеп қоймен, ана арғы өтпе қойды, бәрін қосып жіберген ғой. Енді ауылда қайбай болып отыр. Сен естейсің онда? Тапқаны кешіп кетесің оған. Енді үйдегілер қойлар танымайды ғой. Қойлар тек мен танимын. Қойлар да мен танимын. Отыршы. Адамды күйдіріп отырсың да? Мұны ерде тұрып кететін амал табайын. Саян, мен мұн жерде қалай тұру керек екенін білемін. Қалай? Тәңір берген молда бай, малға жарлы болса да, айтар сөзге тілге бай. Сайлар сөзге келгенде, орынбордың алдында, тағалаған жорғадай. Қазақтың өлеңі қодыреті қараш, жерде көкке дейін көтерді ғой кәдімгі. Сонымен көреміз, әкелеріміз дәл осылай болмайтын нәрсеге ренжіп қалатын шығар. Сәлімжанға айттым, бүкіл мал жинайды алып кетеді. Рахат ауылға теген қол тауып алған бір рахат, бәрі қатын бала жағасымен қалада жүрген, ауылда мен жүріп, елуге келгенде малдың артына салпан еді. Бір звондамайды ғой маған, мал не болып жатыр, шөппен жем жетіп жатыр ма? Жоқ, кетсін, балконға баға ма қайда ма? Орыстар құсап қайда бақса да өзі. Папа енді ренжи бермеші енді. Қалай ренжімейді, олардікі дұрыс па? Папа ренжиді дейсіз, аты емес қос елген. Туысқандар деген группадан шығарып жүрген ғой әме. Папа WhatsApp-ға қайтып қосады ғой. Өйтіп қосқан группалар керек емес маған. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piraninha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Рахмет. Қонақтықта дәл осылай көңіл күйге түсіретін әжелер бар шығар. Ержан айналайын, балаңның бауы берік болсын айналайын, қайда жүрсе де. Осыны жарықтық аталар көрген жоқ. Көрсе жарқырап жүрер ме? Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piraninha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Рахмет. Аналарымыз біз үшін бәріне дайын. Сонымен көреміз базарда. Қазір анда кіреміз, маған ананың алып бірді көзің жазып ұйбаламана түсінің бә? Ана папаң өлімдік бұқан ат көрін ба қойды қыс бойы. Оны тапсырғанда айналдырған жүрсіз ғой мұншаға. Ол саған апаңа үйіп қалуымыз керек, саған костюм алуымыз керек, гамаш алуымыз керек ана қыста бұтымыз қалыптасың. Сосын әкең петнашкасын алдынан не мам бермін алды. Соны алуымыз керек, құдалыққа бара алмаймыз, ұят үшін қонақ барамыз. Алды аңырып аты құда шекпе жазды түсінің бә? Кіреміз әйтін көзің жазып маған жүргендік. Шылдырлың, екі жалмауыз не істеп жатсың? Қызым айналайын, мұнаға шылдырлайтын бірдеме тақпайсың ба, ауыз бесте кетіп. Ладно, забей. Саламатсыз ба? Саламат емеспін, қызым айналайын, жәмиға болады дейсің. Ладно, забей. Апа, не керек, не іздедіңіз?
мына 13 жастағы пацандарға костюм бар ма қызым? Давай. Бар. Турецкий бар, китайский бар. Турецкий қымбатырақ, китайский арзанырақ. Қытай ма арзанырақ? Иә. Ой, құрсын содан бере бер, өзі 1.90 кейін қайда қалған білмей қалады, сосын ешкім білмей қалады. маған турецкий алып берші класстаған бәрі киіп жүреді ғой. Ақша жоқ деген жоқ мысалы. Негізі балаңыздың да таңдауы жақ, турецкий качественный, өзім балам тағы осындай киіп жүр. Осы ең балам. Қызым айналайын, біз кішкене сыртқа шықтық, өзі жындылығы бар, әкесіне тартқан осы. Шық ана. Шылдырлың. Айтқан жоқ па, жалмағызға жайлық деп әкесі саған 100 граммда қайда жеткен сұлшау, а? Күнде саған апайың звондайды ғой. Неге сөйтіп сабақ оқымайсың, тупой ау? Екіге екі қоса алмайды. Екі қосқанда 5 па, тупой ау? Не істеп жүрсің, а? Сол костюм киіп кимейсің ғой, сосын таққанда бір киесің болды ғой, а? Ауылда әкең ішіп берекетін алып, базардың ағындасына арды өтсің бе, базарлық саған жалмағыз, а? Не істеймін саған, өлең айтып алып берейін бе? Өлең айтып алып берейін. Қасқа, өлең айтып алып берейін бе? Өлең айтып алып берейін. Слушай, басымда қата чувство давление деп ойлаймын. Жаңа тек системадан шықтың осы бар ғой, жалмауыз ғана давлением. Жүр бет деген сыбыс. Сүртшейші ана құрдың жалмауыз адам позорын шығармай. Шылдырлың. Апа, қайсысын алатын болдыңыз? Қызым айналайын былай ма? Ән жазған шапшағалайық. Сөзін жазған Мұхтар Шахан. Арыстың жағасы. Бойында арысты міне бірге. Өзіміні танысты міне. Жайнағыны бөлі. Өлі айтқана бермейсіңдер да? Жоқ, бізде тек наличка. Жалмауыз алмайды костюм, әкем балға келіп түспей соқсы келсін. Рахмет. Құрметті достар, құрметті қазылар алқасы. Сіздермен бірге болған алдына Жайдарман атты биік шыңға шығуды мақсат еткен жұдырық командасы. Рахмет. Біздің аттың көше, бізбен айдын саябақ, сені бақыт